Қалайсыздар жігіттер, қыздар? Обзорымызды дальше жалғастырамыз. Бұл YouTube-қа салынатын обзор, яғни бұл общий нарыққа салынатын обзор, яғни қалай S&P 500 крипто саласы бойынша биткоин, основной, эфирум, солардың қозғалыстары жайлы айтамыз. Ал акция саласы бойынша мына S&P 500, Dow Jones деген сияқтыларды айтсақ та болады, бірақ основной S&P 500-ті ғана айтамын. Өйткені неге? Основной массада бұл, яғни YouTube-қа салынатын нәрсе, яғни осы рынок жоғарыға өссе, қалған рейтинг ізімен жүреді, осы рейтинг құласа, қалған рейтинг ізімен құлайды. Сол мақсатта осылай жұмыс жасалынатын болады. Сондықтан YouTube-қа түсіндірмелі түрде осылай обзорлар 2 апта сайын айына 2 рет салатын боламын. Салып та жүрмін. Енді S&P 500-тан бастаймыз. Мына жерде графиктер сызылған, естеген, пока біздің ойымыздағыдай келеді. Алдыңғы обзорларды қарасаңыздар, мына жерде жасыл уровень болған. Соған түсті, мына жерлерде салған, соған түсті, и сонымен бойынша келеді. Меніңше енді пока S&P 500 алдағы уақыттарда өсім болады. Апталық графикті ашып көре салайын. Апталық графикте де алдағы уақытта жоғары қарай шамалы өсім болады. Потом одан кейін қайттан дайге қойсақ та жоғары қарай өсім болады. Меніңше мына 2-3% наяққа дейін өсіп жатыр. Еще бір нәрсені түсінген жөн. Мыналар 2% өсетін болса, ана акциялардың саласы бар ғой, 5-15%-ға дейін өсіп кетеді. Соны всегда курста ұстаған жөн. Екінші, бұлар өссе, мына мұнай, күміс деген сияқтылар құлайды. Яғни екі жақты да қарастырамыз. Яғни бір активтер өсіп жатса, бір активтер құлайды. Ол всегда само собой баяғыдан белгілі нәрсе, еще соны білмейтіндер болса фокус алған жөн. Енді алдағы қарай мына жақтың өсімдері көретін жоспарлайтын болам, бірақ алда құлайтын да акциялар бар. Бұл өссе де, мысалы анау технический нәрсе. Енді мына жерде ситуация былай. Если мына қызылда уровеньді билеп қойған, мынаның үстінде қимылдап есесе, дальше өседі. Ал просто так или бүйтіп барып кететін болса, онда төмен қарай қайттан құлайтын болады. Просто бір апталық бүйтіп тұрып қалады да, келесі аптадан бастап құлайтын болады. Енді мен фокусты мына жерге қарап, мына уровеньге қарап дұрыстайтын боламын дальше. Акцияларды мен сатам ба, или ұстайын ба деген сияқты солар жоспар құратын боламын. Енді чуть осы жаққа қарай қалай болса да өседі, бірақ мен барынша осы құлау сценарийларын ұйымдастырсам ба деп отырмын. Енді мына жерде көрем фокусты, если мына жерлерде тұрып қалса үстінде, онда жоғары қарай кетеді. А если просто қиып былай кететін болса, онда дальше төмен қарай кетеді. Көрем, если қайттан түсіп, мына жерге қайттан қиып, мысалы мынандай жерлерде тұрса, күнделікті қарап отырып, онда мен мына выходты таңдап кетемін уже. Мына төмен қарай неді. А егер просто так үстінде мынау сияқты қозғалып тұр, дәл осы қозғалыс үстінде болса, онда дальше жоғары қарай акцияларын ұстай беретін боламын, сатпаймын. Осында S&P 500 жайлы осы. Енді бұған қатысты акцияларда бар, нелерде бар, кеше мен Apple акциясы бойынша бөліскен 19 сағат болыпты. Төмен қарай құлау жоспарладым, 24% құлау. Бұл негізі нормальны құлаулар, өйткені Apple-дың 24% құлауы тағы да акцияларды ізінен біраз акцияны ертіп кетеді. Яғни бұл S&P 500-тан да значит бір нәрселер бар деген сөз. Мүмкін ол Apple мысалға чуть былай қазір $303 болып тұр ғой. 315 сояққа дейін барып, 320 қайттан бүйтіп мүмкін. Ол мен құлайды деп айттым, ол тура, мысалы сол айтқаннан бастап, ол төмен қарай кете береді деген сөз емес. Чуть жоғары өседі, қайттан түседі, не істейді. Ол само собой мына жаққа дейін негіз барып келу керек. Хотя бы 260-қа мына жерге 15% болсын құлап ше. Основной сатып алатын жерлер осында. Значит, осы жерлерге құлайды. Қалай құлауы мүмкін? Чуть өседі, чуть жоғары, ол солай. Кейбіреулер айтып жатады, мынау тастап мына акцияны алмай құлау керек, бұл не десе. Ертесіне жазып тұрады, бұл өсіп жатыр ғой, анау деп. Иә, ол құлайды деген сөз, бірден құлай береді деген сөз емес, бірдің артынан бірі. Ол дегеніміз құлайды, кішкене өседі, қайттан құлайды, кішкене өседі. Мысалы, былай бүйтіп жүріп құлайды деген нәрсе. Енді мен мысалға Apple акциясы мысалға қашан сатып алады не десем, мен мысалға айтамын, еферде 227-ге құлайды, сол кезде сатып ал деген сияқты. S&P 500-ды да мен солай жоспарлаймын. Яғни мына жаққа дейін қайттан құлап келу ситуациялар бар ше, қалай болса да.
қайтадан былай сызып көрейін. Так. Чуть түсіп мына жерде бізде уровень бар. Вот, негізі основной ертең құласа, осы жаққа дейін құлауларын күтемін. Ал бұл кезде, если мына ситуация орындалатын болса, мына үстінде жүрмей былай қарай өтетін болса, онда не істейміз деген вопрос келеді. Яғни S&P 500 құласа, артынан бірінен соң бір акциялар құлай береді ғой. Ал ол кезде не істеймін? Ал ол кезде менде қазір күміс бар, сатып алып отқан, бірақ енді оны минималды 1 жыл ұстаймын деп сатып алғам да. Яғни сатып алдым, 2-3 күннен кейін, яғни 2-3 айдан кейін сатамын деген. Мәселен сатып алдым. Қазір маған 20% беріп тұр. Мен одан 200%-дай сильверден алуым керек. Саған енді сильвер так. Сильверден чуть былай қарай құлайтыны бар. Мына жерге дейін құлап, дальше өсіп былай қарай өсу керек. Вот сол кезде ертең мына жерлерден сатып алуға болады сильверді. Сатып алып үлгермесеңіздер. Вот. Мына жерлерде бүйтіп жүру керек, и сосын. А если мына уровеньді қиып қайттан былай келетін болса, онда былай қарай түсетін болады. Сіз если мына жерден сатып алып болған болсаңыз, құлап жатса, қайттан сол жерде күте салыңыз, безубедік шығып кетуге болады. Да? Если всегда сіз уровеньге келгеннен кіріп отырсаңыз, сіздің минусқа кету шансыңыз аз. Өйткені неге? Уровеньге ол қайтып келіп отырады. Сосын барып төмен қарай уже шартовый движение, құлау движениесі бастайды. Сол кезде сіз всегда безубедік шыға аласыз. Ал егер тұрып между уровне екі ортадан кіріп қоятын болсаңыз, сіз ол кезде безубедік шыға алмайсыз. Либо стоп аласыз, либо минуспен шығасыз. Либо қашан плюске шығар екен деп күтіп отырасыз. Вот сондай. Всегда күту керек сатып алатын бағаларды. Сен сатып алатын бағаларды білмесең, лучше ақша салмай қойған дұрыс. Өйткені сен ойлауың мүмкін, мен просто сатып аламын ғой 4-5 жылға деп. Мен қанша адамның акцияларын, активтерін көрдім, мысалы сатып алғанша 50-70%-ға дейін минусқа кіріп кеткен. Мысалы сен күмісті тұрдың да, мына жақтан сатып алып қойдың. Мына бағадан, мысалы күміс қазір 41% құлап кетті. 41%. $10,000, 5 миллион салып қойсаң, уже қолыңда 3 миллион бар. Ал күмісті мен мысалға так. Мен уже күмісті айтып саған. Қай кезден сатып алып керектігін. Так, сильвер. Міне, апрельдің 1 күні. Вот. Баға жоғарыда тұр, 75-80 жақтарда. Төмен қарай құлайды, 55-ке дейін сол жақтан сатып алып. Міне, бағаның 55-60 диапазонына дейін төмендеуін күтемін. Көрдіңіздер ме? Бұл сатып алатын баға. Сол бойынша мына жақтан басып төмен қарай құлады. Мен 54-те 22 деп тұр, енді 55-тен сатып алдым. Ол. Қазір мысалға маған значительно нормальный плюспен тұр. Так. 19%-дай плюспен тұр. Енді чуть шамалы былай қарай құлайтыны бар, мына жерде де жүреді. Вот дальше сосын өседі деген сияқты. 78-ге дейін минимум мысалға 55-тен алдым ба, плюс 40%-мен сатып алып. А сен безубедік келгенде мен уже 40% салып қоюым мүмкін деген сияқты ғой. Сондықтан сен всегда сатып алатын жерлерді ұйымдастыруың керек. Сол кезде сен нормальный жерлерде сатып ала аласың. Вот. Ендігі мәселе қандай? Жаңа Apple'ды айтып кеттім. Енді S&P 500 құласа, мынандай күміс, мұнай деген сияқты активтер өседі. Екінші мұнай жайлы айтып кетейін. Енді мен мұнайды прямой сен сатып ала алмауым мүмкін. Мұнайды енді төмен қарай мына жақтарға дейін құлауын күтемін, и сосын қайттан жоғары. Яғни бізде S&P 500 шамалы алдағы бір 4-5 күн, 1-2 апта өседі. Менің планым бойынша сондай. Ал сол кезде S&P 500 жағы өсе, ана мұнай жақтар құлайды төмен. Мұнай, сильвер деген сияқтылар ше. Олар құлауға көрініп тұр. Күміс деген сияқтылар. Ал акциялар өсу көрініп тұр. Алдағы 1 апта, максимум 10 күн. Одан кейін барып, қайтадан олар төмен қарай құлауға көрініп тұр. Менің планым бойынша. Ал мына мұнай деген сияқты активтер керісінше олар өсу көрініп тұр. Вот мына жаққа құлағаннан кейін дальше өсіп. Мен сосын жоспарлаймын, мына жерде тұрып қалғаннан қайтадан мен мұнайларға кіретін боламын. Вот сондай. Если мен мына жерден бастап құлап кетіп, бүйтіп әрекеттер жасап отырсам, мен мына жерде бір $5,000 минус кетемін стоп-лосспен. А если пайда кірсе, $50-60,000 алып тастауым мүмкін. Менің риск менеджментім сондай. Біреудің риск менеджменті $100 болуы мүмкін, $1000 болуы мүмкін. Мен енді средний
орта деңгейде өзім трейдермін деп есептеймін. Қатты да ақшам көп емес, қатты да аз емес. Примерно стоп лоссқа бір $5000 қою арқылы торговля жасаймын. Вот сондай. Енді мына акция саласын айтып кеттім. Енді неше түрлі акцияларды мына жақта мен бөлісіп кеттім. Барлығын бөлісіп кеттім. Мына жақта Apple болсын, Palantir акциясы. Palantir акциясын біздер нормальный плюспен шығып кеткенбіз. Мына бағалардан кірдік. Мына жерлерден 175 осы жақтардан шықты. Қайттан енді 139 осы жақтарға қалауы күтемін. Осы жақтардан сатып аламын деген сияқты. Вот. Мына трейдста сіздер, мына ютубта мен полностью түсіндіремін, қалай болады, рынок не істейді деген сияқты. Ал трейдста сіз ондай нәрселерді түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ қай жерден сатып алатыныңызды біле аласыз трейдсқа подписен болсаңыздар. Вот. Яғни бұлар енді мен енді максималды нормаль жерден сатып алатын бағаларды көрсетіп кетемін. Мынау пейлтер тұрып 179-да қиып үстінде қимылдаса, онда дәлше өсіп кетуі мүмкін. Да? А мен 135-ті пока күтетін боламын осы жерде. Мынау мүмкін да дәлше өсіп кетеді. Бірақ мен самый безопасный точкаларды өз жаққа салып қоямын. Бұдан құламай да өсіп кетуі мүмкін. Бірақ сен 135 осы жақтардан кірсең, онда справедливо баға осы жер и риск аз болады деген сияқты. Трейдстің күші осында. Яғни сен қай жерден сатып алуын білесің. Әйтеуір плюс ала алмасаң да минусыңды сақтап қала аласың мына жақтан. Трейдстан. Плюс алатын болсаң күту керек деген сияқты. PayPal деген акцияны мына жерде бөліспін, көре салайын. Бұл қалай ситуация болған? PayPal. Мысалға, PayPalды мен қашан бөліскен? 6 күн бұрын бөліспін. Баға ол кезде 59 болыпты, қазірде 59 болыпты. Енді дәлше жоғары қарай мен әлі өсімін күтетін болам 75-ке дейін. Шамалы енді риск көп. Яғни риск көп болса не істейсің? Сумманы, кіретін сумманы азайтасың. Самый безопасный точка болады ол мына жерлер. Вот. Мына жерге дейін барып, қайттан жаққа түссе, и осы жақтардан сатып алады деген сияқты. Ал мынау шамалы риск көбіне, бірақ былай қарай бару шансы да көп деп ойлаймын. 75-77 жаққа осылай да жасауға болады. Мен енді особо бұған кірген жоқпын, өйткені менде сделка көп кіретін, сондықтан особо менде артық ақша да қалмай барады ше. Кіретін, сондықтан пока осындай әр нәрсеге кіре бермеймін деген сияқты ғой. Бірақ беретін жоғары. Енді менде Telegram канал бар. Telegram каналға InvestBTS деп аталады. Мына трейдсқа кіріп, профиль жаққа өтсеңіз, міне ссылкасы тұр. Поиске трейдсқа Маргулан деп жазасыз, ссылкасы үстін басасыз, и болды. Телеграмнан шыға қоясыз, подписка жасап қоясыз. Бұл жақтарда да анда-санда сделкалар бөлісіп тұр. Мына жерде мысалға сандай кеше суббота бөліскен акция жоғары қарай 20% өсетіні бар деген. Вот. Сол бойынша енді мысалы сандай бөлістім. Кеше нәтижесін шығардым. Ол мына Мейрамбек деген жігіт кіріпті мына жерде. Бұл акцияға, яғни Телеграмға бөлістім, сол арқылы кірген. Сатып алсаңдар болады қазір деген ғой. И соның 12% пайда тауып тұр. Қазір енді дәлше жоғары қарай әлі өсіп тұр ма, өсіп тұрған жоқ па, білмеймін. Қазір көре салайын. Баға солаға келген, әлі 43 жақтарда келген. Бұл, $43, 43.79, әлі де 43 жақтарда тұр. Енді кішкентай пайыз алады, өсетін, осы жерден сатсаңыздар болады. Вот. Сол сияқты осындай сделкалар жібермес үшін Телеграмға подписка жасап десек қойсаңыздар болады. Пока сондай. Осы жақта барлық информацияны, мына трейдстағы анализдерді, YouTube жайлы барлығын бөлісіп отырамын. Енді біздер крипто саласына уақыт бөлейік. Бұл бізде яғни қандай не? Криптовалюта, бұл дегеніміз биткоин. Биткоин. Яғни бұл болашақтың айнасы десем де болады. Үлкен пландар бар ертең. Краткосрочный биткоиннің ситуациясы меніңше чуть мына екінші жасыл өребенге құлау мына жерге, и сосын жоғары қарай қайттан өсу мына жерлерге дейін 70 жаққа дейін мына жерлерде шамалы тұрып қалды. И сосын төмен қарай құлауларды жоспарлайтын боламын. 40-қа дейін, 42-ке дейін. Пока краткосрочный апталық график ашылып тұр. Краткосрочный. Так, мына жерде көп мусор сызылып кетті.
краткосрочный мына жерде төмен қарай мына сызыққа дейін құлайтын күтетін боламын. Мына сызыққа дейін құлап, мына жерлерде шамалы жүрсе, и жоғары қарай қайттан өсім. Если сатып алатын болсаңыздар, осы жерде күткен дұрыс. И 70 мыңға дейін. Енді бұл жерде пайыздық мөлшерлемесі 14%-дай бар. А если криптаның ішінде именно биткоин 14% өсетін болса, онда бұған қатысты криптовалюталар, яғни, например, Solana, XRP деген сияқтылар 30-40% айналасында өсіп сауы мүмкін. Төмен қарай құлау керек, жүріп жоғары қарай. Вот ситуация осындай. Сондықтан любой жерден кіріп кетпейміз. Өзінің сатып алатын бағасы бар, сол бағаны күтеміз и основа сонымен жұмыс жасаймыз. Сатып алатын бағаны күтіп кірсеңіздер, минуста аз кетесіздер. Да? Біздердің мына жұмыс істеп жатқан ситуациямыз бірінші пайда емес, ақшаны сақтап қалу ең бірінші. Екінші қандай? Мақұл сен өтіп кеткен ол акция болуы мүмкін, өтіп кеткен крипто болуы мүмкін. Мақұл сен ол акция өсіп кетті, кіре алмай қалуы мүмкін. Ол өкінудің керек жоқ. Өйткені алда талпа акция бар. Ол сен минус кетіп қалуы мүмкін, ақшаң тем болмай, бірақ рынок ашық. Сондықтан асықпа, несте күт до конца. Мына 61.300 белгіленіп тұр ма? Осыны күт до конца. Вот. Ештеңе жасамауда, ол да бір жасаудың бір әрекеті. Яғни сен просто да кіріп қойып не істегенше, ақшаң бос тұрмасын деп. Ол минусқа кетеді да ол. Ертеңнен құлайды. Мысалы сен, ақшаң бос тұрып қалды, кіре салайын деп кіріп кетсең, мынау ертең құлап кетеді. Уже сен 4-5% минусқа кіріп кеттің да уже. Еще бұл қайттан ертең 4-5% минусқа кіріп кеттің, қайттан бұл маяққа дейін өсе ма деп қорқып отырасың. Еще өспей қалып, бұл уровеньге келіп, былай келіп, қайттан бүйтсе, ол сен құлап кетеді, бұл дальше минус кетіп қаласың. А ол сен бүйтіп дальше кетіп қалатын болса, уже 10-15%-ға дейін минус кетіп қаласың. Вот ситуация содан мәселе. Сондықтан любой жерден кіріп кетпеген дұрыс. Любой жерден кіріп кетпе. Всегда күт сатып алатын бағаны. Сол кезде сен минусың аз болады. А мына жерден кірсең, мына жерден 3-4% ғана минус кетесің. А мына жерден кіріп қойсаң, уже 10%-ға кетіп қалады минусың. Если мына ситуация орындалмай қалса деген сөз ғой. Барынша ықтималдықпен жұмыс жасаймыз да. Яғни, мына жерден кірсек қанша минус аламыз, или мына жерден кірсек қанша минус аламыз деген сияқты. Сондықтан всегда мына бағаны күтетін боламыз. Енді мына жерде так мынаны алып тастайын. Осы екі баға менде жоспарда тұр. Вот осындай. Так. Осы екі баға. 60 мыңнан кіріп атсақ, мына жерден кірсек, біздер уже 18%-дай аламыз. Эфириум барлық ситуацияда осындай болып тұр қазір. Төмен қарай құлау. Минимум эфириумда мына жаққа дейін құлау деген сияқты. Енді мына жақтарда біле бермеймін, бірақ минимум мына жаққа дейін құлап тастау керек. Мынау деген неше пайыз? 5%. Ситуация жалпы оңай емес криптода. Бірақ біздер келесі жылы основа криптоны бастаймын. Мен осы уақытқа дейін негізі основа криптоға көңіл бөлгем. 1,5 жылдай болды. 2020-ларда акциямен жасап жүрдім. 23-ден бастап криптоға көштім. 24-тің аяғы 25-тен бастап акцияға көштім. Неліктен? Өсетін жақ қаяқ ауысып отырады, мен ауысып отырамын менде сол жаққа. Зачем маған? Мына эфириум, биткоин дегендер основасы мына долгосрочный нәрседе бір орында тұрушы. 5-10% былай қимылдап қояды болды. Акциялар 50-70% қимылдап тастайды. Қысқа дейін максималды акцияға фокус қою керек. А қыста уже ноябрьден, декабрьден бастап мен уже криптоға қайттан көшемін. Өйткені крипто өседі уже. Вот. Сөйтіп ауысып былай отыру керек. Сол кезде ақша көп табады. Өйткені неге? Ертең январдан кейін уже акциялар қайттан құлап бастайды төмен қарай. 50%-ға құлап кетеді. А мен ол кезде тұрамда криптоға ақшаларды аударып тастаймын. Пополню криптомен жүремін сосын. 1-2 жыл. Сөйтем де қайттан акцияға ауысамын. Сөйтіп, анау өзеннің ырғағы сияқты жүру керек та, былай. Сол кезде сен нормально плюста жүресің. Осы арқылы мен мысалы басқа еш жерде жұмыс жасамаймын, осы арқылы пайда табамын. Естейді. Ешкімге мысалға тәуелді емессің, не істемессің, просто жақсы решение шығарып, сол решениеңмен жүру керексің да.
Енді крипто бойынша да төмен қарай қоюды жоспарлаймын. Минималды былай деген сияқты. Екінші уровень бізде мына жерде тұр ше. Осы екі бағыттарда жоспар бар менде. Жалпы сол крипто бойынша, яғни салана не дегендер бар, оларды айтсақ та болады. Енді осының уровеньдерімен ориентир аласыздар. Бүгінге жалпы айтарым осы. Основной S&P 500-тың қозғалысын айтып кеттім. Қай жерден ол төмен қарай разворот болуы мүмкін, қай жерден дәлше жоғары кетуі мүмкін. Если разворот болғандай қандай нәрселер сатып аламыз? Яғни разворот болған бойынша күмістерге көше беру керек та. Бос отырмау керек та. Өсетін нәрселерді сатып алу керек. Вот сол кезде сен уже андай неде жүресің да? Портфеліңе қарайсың, плюс кетіп жатады да. Қалғандары минус кетіп жатыр, акциялар бәрі құлап жатыр. Сен тұрғансың да, мысалы, мұнайға салып қойғансың, басқа жұмыстарыңды істеп жүре бересің деген сияқты. Акцияларың өсіп жатыр. Вот сондай. Сол кезде бағыттарды осылай анықтап отыру керек. Сол кезде плюста боламыз. Енді S&P 500 жайлы айттым, крипто саласы бойынша айттым, трейдс жайлы ескертіп кеттім, телеграм жайлы да мына жақтарда информация беріп кеттім, оған қалай подписание жасауды да көрсеттім. Мына жақтан трейдсқа кіресіздер, ссылкасы тұр, соған подписание жасау арқылы кіресіздер. YouTube-тың да мына астында YouTube-тың ссылкасы тұр. Ішіне кірсеңіз, YouTube-тың да ссылкасы бар. YouTube-қа кіріп та осы видеоны до конца көре аласыздар. Бүгінге айтарым осы. Барлықтарыңызға профит пен шығуларыңызға тілектеспін. Ақылмен торговля жасаңыздар. Пока-пока.